Сәлеметсіздер ме, құрметті математикаға жаны құмар оқушылар. Бүгінгі тақырыбымыз модулі бар сызықтық теңдеулерді шешу. Модулі бар теңдеулер әрқашанда қызықты және салыстырмалы түрде күрделірек болып келеді. Ал енді бүгін осы сызықтық модулі бар теңдеулерді үйренейік. Ол үшін мынандай бір модульді теңдеу алайын. Мысалға, модуль астында x минус 2 плюс x минус 3 болсын, минус x плюс 4 делік тең 5 болсын. Осы теңдеуді шешіп көрелік. Бұл теңдеуді шешу бірнеше қадамнан тұрады. Соның бірінші қадамы біз әрбір модульдің астында тұрған өрнектерді, мысалға мына x минус 2-ні, x минус 3-ті, x плюс 4-ті нөлге теңестіріп, таңбаның өзгеретін нүктелерін тауып алайық. Бірінші x минус 2 тең 0. Бұдан әрине сіздерге белгілі x тең 2 болады. Екінші x минус 3 тең 0. Бұдан x тең 3. Үшінші x плюс 4 тең 0. Бұдан әрине сіздер білетіндей x тең минус 4 болады. Оңға қарай жылжыту арқылы түгелінен осыларды шығарып алуға оп-оңай болады. Екінші қадамымыз жаңағы табылған осы нүктелерді енді сандық өске қойып, бірнеше интервалдарға бөлу керек. Ол үшін жаңағы нүктелеріміз 2, 3 және минус 4 болатын. Соларды сандық өске белгілейік. Бірінші нүктеміз әрине ол минус 4, одан кейін 2, одан кейін 3 делік. Енді мына жерде біз дәлірек алмай, сонда 3 нүкте біздің сандық өсті 4 интервалға бөлді. Бірінші минус 6-тен минус 4-ке дейін, минус 4-тен 2-ке дейін, 2-ден 3-ке дейін және 3-тен плюс 6-ке дейін деген интервалдарға бөлді. Жерде айта кететін бір жайт, мына нүктелеріміз біздің әрбір интервалға кіреді. Былайша айтқанда мектептің сөзімен бұл боялған нүктелер деп кейде мұғалімдер айтып жатады. Кіреді. Сонымен рим цифрларын қойып, бірінші интервал, екінші интервал, үшінші интервал және төртінші интервал деп біз қазір есептің шешімін әрбір осы интервалдарға салыстырмалы қарастырып шығарамыз. Бірінші интервалдан бастайық. 1 деп қойық. Жаңағы естеріңізде болса теңдеуіміз біздің x минус 2 модулінің астында қосылған x минус 3 алынған x плюс 4 тең 5 болатын. Енді бірінші интервалда жатқан кез келген нүкте алайық. Мысал үшін мен білемін, жерде бірінші интервалда мына жақта минус 100 деген санымыз бар. Соны x-тің орнына минус 100-ді қойсам, минус 100 алынған 2 ол минус 102 болады. Яғни бірінші интервалдың таңбасы минус. Бізге таңбасын анықтасақ болды. Екінші минус 100, минус 3, ол минус 100, яғни таңба минус. Дәл солай үшіншісін қарайық. Минус 100 қосылған 4, енді белгілі, бұдан да теріс сан шығады. Осы сандар шығу арқылы біз солардың таңбасын анықтап алсақ жеткілікті. Енді сол таңбалармен мына модульдерді ашамыз. Яғни бізде бірінші модульдің таңбасы минус болатын, өздеріңіз білетіндей. Сол минус таңбамен алшысақ, минус x, минус пен минус плюс 2 береді. Минус пен плюс 2 бірігіп, мына 2 бірігіп, минус тең таңбаны береді. Минус x, тағы 2 минус қосылған 3. Мына жерде біз табылған таңбаның минусымен, мына теңдеудің алдындағы тұрған минус 2 плюсті береді, яғни қосылған x қосу 4 тең 5. Міне оп-оңай сызықтық теңдеу шыға келді. Енді әрине бұл жерде шығарсаңыздар минус x, плюс x пен минус x қысқарады. Минус x қана қалды. 2 қосылған 3 қосылған 4, ол бізде береді 7, 8, 9 тең 5. Бұл теңдеуді аяғына дейін шығаратын болсақ, x тең болады 4 деген нүктені аламыз. Бірақ естеріңізде болсын, біз қарастырып жатырмыз қазір бірінші интервалды. Ал бірінші интервалымыз ол минус шексіздіктен
минус 4-ке дейін ақ болатын бірінші интервал. Ал мына 4 деген нүкте бұл бірінші интервалға кірмейді. Сондықтан бұл біздің шешіміз бола алмайды. Бірінші интервалда шешім жоқ. Енді келесі екінші интервалды қарастырайық. Дәл осылай қарастырамыз. Екінші интервалымыз минус 4-ке дейін 2 болатын. Екінші интервалымызды бастайық. Мұнда мысалға минус 2 мен 4-тің арасында жатқан кез келген бір нүктені алайық. Әрине бұл жерде оңай нүкте 0 болсын. Осы 0-ді жаңағы теңдеулерімізге қойып таңбаларды анықтауға тырысайық. Теңдеуіміз бізде x минус 2 қосылған x минус 3 модулінің астында алынған x плюс 4 тең 5 болатын, естеріңізде болса. Енді біріншіге x-ның орнына 0-ді қоятын болса, мына жерге әрине 0 алынған 2 ол таңба минус болады. Екіншіге 0 алынған 3 таңба минус болады. 0 алынған 4 таңба плюс болады. Осы таңбалармен ашайық. Біріншісін минус бойынша ашатын болсақ, бағанағындай минус 2, минус x, кешіріңіздер, плюс 2, алынған x қосылған 3, алынған x, алынған 4, тең 5 болады. Осы теңдеуді шешетін болсақ, минус x, минус x, минус x, әрине 3 минус x бізге минус 3x, 2 қосылған 3, алынған 4, ол болады бізде 1, қосу 1, тең 5. Минус 3x тең болады 4-ке, x тең болады минус 4 бөлінген 3. Минус 4 бөлінген 3. Біз екінші интервалда шешіп жатырмыз. Бұл нүктеміз кіре ме екінші интервалға? Әрине кіреді, ол минус 4 пен 2-ның арасында жатыр. Яғни бұл нүктеміз біздің есептің бірінші табылған шешімі болып саналады. Бұл шешім. Енді теңдеуімізді ары қарай жалғастыру үшін үшінші интервалды қарастырайық. Біз бірінші және екінші интервалдарды біттік. Енді қазір қарастыратымыз мына үшінші интервалдағы. Әрине 2 мен 3-тің арасында жатқан кез келген бір нүкте алайық. Мысалға 2,5 деген нүкте жатыр. Біз қазір үшінші интервалды бастадық. 2,5-ды қоямыз енді осы x-тарымыздың арамызға. 2,5 мен 2-ні алсақ, әрине таңба плюс. 2,5 мен 3-ті алатын болсақ, әрине таңба минус. 2,5-ға 4-ті қосатын болсақ, әрине таңба плюс. Осы таңбаларды қолданып енді модульдеріміз ашайық. Плюспен ашсақ x минус 2, екіншісін минуспен ашсақ минус x плюс 3, үшіншісін плюспен ашамыз, бірақ алдындағы минуспен ашылады, минус x минус 4 тең 5-ке. Осы жерден x пен минус x қысқарады, минус x, минус 2 плюс 3 ол 1 береді, минус 3 тең 5. Теңдеуді шешетін болсақ, әрине мына жерден x тең минус 8 деген шешім шығады, бірақ тексеру керек міндетті түрде. Минус 8 нүктесі біздің интервалға, үшінші интервалға кіре ме, 2 мен 3-дің арасында жата ма? Әрине жатпайды, бұл біздің үшінші интервалға кірмейді. Сондықтан мына x тең минус 8 деген нүктеміз біздің шешіміміз болмайды. Енді соңғы қалған төртінші интервалымызды қарастырып көрейік. Енді соңғы төртінші интервалды қарастырайық. Ол үшін мына жерді кішкене тазалап жіберейін мен. Төртінші интервал. Төртінші интервалды бастаймыз қазір. Төртінші интервалда 3-тен ары қарай. Төртінші интервал. 3-тен ары қарай санынан кез келген бір оңай. Мысалға оңай сан тағы да 100 деген санды ала салайық. Өйткені мына жақта 100 деген сан осы интервалға кіретінін біз дәл білеміз. 100 деген сан оңай. 100 алынған 2,98, яғни таңбасын білсек болды. 100-ден 3 алсақ плюс, 100-ге 4 алсақ плюс, яғни барлығын плюс таңбамен ашамыз. X минус 2 плюс x минус 3 плюс минус береді әрине. Минус x минус 4 тең 5 болады. Минус x пен плюс x қысқарады. X қана қалды. Минус 2 минус 3 минус 4 ол бізге минус 9 береді. Тең 5-ке. Осы теңдеуді шешсек, x тең әрине 14 болады. 14 деген санымыз осы 3-тен 100-ге дейін аралықта жататын интервалға кіреді, яғни бұл бізде жауапшы екінші шешім болып табылады. Міне енді әрбір интервалдарда шешіп болдық. Енді жалпы қорытындылайық, ол үшін түгелін өшіп тастайық. Бірінші интервалда бізде шешім табылып еді. Бірінші интервалда бізде шешім табылған жоқ болатын. Шешім жатпады. Екінші интервалда бізде шешім әрине табылды, және ол бізде минус 4 бөлінген 3-тен 4 болды. Үшінші интервалда да шешім жоқ болды, және төртінші интервалда ең соңғы және табылған нүктеміз төртінші интервалда ол 14 деген
сан болатын. Сөйтіп енді ең соңғы амал осы жауабын жазу. Теңдеудің жауабы минус 4-тен 3 және 14 деген нүкте берілген теңдеудің шешімдері болып табылады. Назарларыңызға рахмет.